Тілеурер дәмді ас ұлттық тағам шағын қарын бүрме дайындаймыз. Бізге керегі қойдың қарны, майдалап туралған жүрек, пияз, картоп, ет, құйрық май мен іш май, сарымсақ, дәміне қарай қарабұрыш, тұз қосамыз. Кейін бүйенге не қарынға саламыз. Осындай шағын бүрмелерді бір асым тағамға салып ұсынғанға өте ыңғайлы. Қарынды тұзға, кейін сірке су мен лимон шырынына жібітіп жусаңыздар, иіс қоңыз шырыштан түк қалмайды. Тап-таза қарыннан енді шағын қарын бүрмелер жасаймыз. Қарынды үшке бөліп қидым, 3 қарын бүрме жасадым. Қарынның аузын жібек жіп сабақталған тебенінемен тігіп, қолмен майдалап туралған салманы салдым. Қазандағы суға 3,5 сағат баппен қайнаттым. Қарынның ішінде сыртқа демі шықпай піскен соң, өз нәрі өзінде ерекше дәмді болады. Нағыз тойымды пайдалы тағам. Құнарлы сорпасына құрт қостым, ал ас дәмді болсын.